Неге жалғызсың? Достарың қайда? Олар сені тоқтатуға тырысты, бірақ сен бәрібір келдің. Себебі ашуың тым күшті болды. Бұл қандай қаһарман, кек алу үшін достарын тастап кететін, отбасын тастап кететін. Менің отбасым туралы олай айтушы болма. Мен оларға қамқор болып жүрген шығарсың десем, әсіресе әлгіге. Есімі кім еді? Том? Ал қане, аяқта. Мені күтіп тұрсың. Өлтір. Міне, алдыңдамын. Сен қайғыға өзіңді өзгертуге жол бермедің. Мына жерде. Бұл мен емеспін. Бұл не істегенің? Жеңдің ғой. Кегіңді қайтар. Кек ешқашан жеңіс әкелмейді. Соңғы рет жұлдыздарға онымен бірге дәл осылай тамсанған едім. Мен бұл қайғымен ұзақ өмір сүрдім. Мендегі бары осы. Ұзын тырнақтан айырылғанымда мен де осыны сезіндім. Содан кейін бұл қайғың ұмытылды ма? Жоқ. Бірақ уақыт өте келе мен бұл қайғыдан да күшті нәрсе барын білдім. Бір-бірімізге деген махаббатымыз. Осыған сүйену керек, Шэдоу. Мария енді жоқ. Бірақ оның махаббаты мәңгі сенімен бірге. Жұлдыз сөнсе де, сәулесі мәңгі жарқырайды. Бәрі менің кесірімнен. Ашуға берілгенім соншалықты, тіпті таңдауым жоқ деп ойладым. Сенде әрдайым таңдау бар. Бірақ дұрыс таңдау жасау оңай бола бермейді. Және тағы білерім, егер қатты қателесіп бір нәрсе бүлдірсең, мұны жалғыз түзете алмайсың. Бар жылдамдықпен алға. Тек ерекше тіркестерді айтпашы. Қойшы жаңа кірпі. Ол бәріне ұнайды. When you